Шашқа зиянды күнделікті әдеттер. Біз қолайлы емес сусабын таңдаймыз. Сусабын бұл шашты жасау кезінде жіберетін ең үлкен қателіктердің бірі. Біздің шаштарымыз майлы, ұштары құрғақ, сезімтал бас терісі бар, жұқа, бағынбайтын немесе құрғақ шаштармен болуы мүмкін. Сонда бар шаштың көптеген түрлері және әрқайсысы үшін біз әртүрлі модальділікті табамыз. Сондықтан біз үшін ең пайдалысын табуымыз керек. Сондай-ақ шампундарды мүмкіндігінше табиғи және шашқа құрметпен қарауға тура келеді. Парабендер мен силикондарсыз олар ең жақсы формула болып табылады, өйткені олар шашты құрметтейді. Біз тек кондиционерді қолданамыз. Шашқа арналған маска шаштың ұштарын жұмсарту үшін кондиционер күнделікті негізде өте жақсы. Дегенмен оны күту және жұмсақ кеңестерді байқау әрдайым жеткіліксіз. Ол үшін маска қажет. Мүмкін маскалар табу шаштың барлық түрлеріне арналған, және оларды бірнеше минут жұмыс жасау үшін қалдырып, ортасынан аяғына дейін қолдану керек. Егер шашты ыстық сүлгімен орап алса, әсері жақсырақ болады. Сонымен қатар табиғи маскалар, мысалы, кокос майымен жасалынған маскалар өте көп және олар өте арзан. Біз кептіргішті теріс пайдаланамыз. Қыс мезгілінде тұмауды ылғал шашпен жұқтырмау үшін кептіргіш жақсы идея болуы мүмкін. Соған қарамастан оны асыра пайдаланбаңыз. Біз одан аулақ болуымыз керек және шашты мүмкіндігінше құрғатыңыз. Осылайша біз шаш талшығын қатты зақымдамаймыз. Жаз мезгілінде табиғи толқын қалдырып, шашты кептірудің ең жақсы уақыты. Біз темірден қорғайтын жылу қорғағышты қолданбаймыз. Үтіктер темірлер шашты кептіргіштен гөрі көбірек зақымдайды, өйткені біз оларды тікелей қолданамыз. Сондықтан шаш қорғағыш ыстық үшін кейде асығыс болған кезде біз ұмытып кетеміз. Бұл протектор шаштың талшығына жылу әсер етпейтін және оны құрғататын етіп күтім жасайды. Егер ұштары құрғап кетсе, шаштар сынып кетеді. Ұштарын кесіңіз, бұл әдет емес, бірақ шаштың нашар көрінуіне көп нәрсе байланысты. Кеңестер кесілуі керек шаштың қаншалықты тез өсетініне байланысты. Егер олар кесілмеген болса, олар ақыр соңында ашылады, ал егер олар ашылғанда. Әр 2 айда немесе шамамен 3 сайын шаштарын қырқып, ұштарын тазарту керек. Біз өте тығыз шашты жасаймыз. Бұл проблеманы бірнеше адам байқайды, және шаштың күшті, қалың болғанымен шаш үлгілерін жақшалар оны үнемі зақымдауы мүмкін. Тартымды шаштың түсуі мүмкін. Егер біз сондай-ақ бөлікті әрқашан бір жерде қолданатын болсақ, онда ол осы бөлікті көбейтуге ұмтылады, және шаш үнемі сол ашық жерлерде жақсы өспейді. Сондықтан біз шашты шаштардан аулақ болуымыз керек. Сонымен қатар бұл орын алмау үшін ара-тұра ауысып отыруымыз керек.